Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін интернет желісінде тарап жүрген 5 минутта қазан кетіретін әдісті тексеретін боламыз. Менде осындай міне ескі кір, май, таба және де мантаварканың сарғайып кеткен асты бар. Соны тазалайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші үлкен кастрюльге қайнайын деп тұрған ыстық суға күнбағыс майын саламыз, кір сабын саламыз және де ас содасынан 6 ас қасық салатын боламыз. Міндетті түрде толтырып 6 ас қасық саласыздар. Одан кейін 6 ас қасық порошок саламыз. Құрғақ, кез келген порошок қолдана берсеңіздер болады. Енді біз қазір осы сұйықтықтың барлығын жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Енді осы қайнап тұрған суға немесе қайнайын деп тұрған суымызға кір ыдыстарымызды саламыз. Мен кастрюльмен сковородкамды салып жатырмын. Енді бетін жауамыз. Бетін жауып орташа отта шамамен 30-40 минуттай қайнатып аламыз. 30-40 минутта міне қараңыздар, осылай қайнауы керек. Жақсылап тұрып қайнап, бізде толықтай кірі барлығы езіледі. Енді қараңыздар, біз қарапайым ыдыс жуатын губканы қолданамыз. Осылай губкамен үстінен басқан кезде астындағы қарасы толықтай кетіп жатыр, яғни ешқандай қатты ысқылап керек емес. Және де кастрюлеміздің ішкі сары бөлігінде міне осылай губкамен ысып аламыз. Сол кезде міне осылай қара болып кірі езіледі екен. Бұл әдіс бойынша ешқандай да химикат заттар керек емес, үйдегі бар заттардан ғана жасап, осылай қазандарыңызды тазалап алсаңыздар болады. Өте оңай әдіс екен. Кірі толықтай езілді, ешқандай да қатты ысқылап керек емес. Губкамен сүрткен кезде түбінің барлық қатып қалған майларының барлығы кетеді екен. Одан кейін жақсылап тұрып таза суға шайып алыңыздар. Шынымен де бұл әдіс жұмыс жасайды екен және де аз уақытта өте жақсы тез кетіреді екен. Міндетті түрде осы әдіспен қолданып ыдыстарыңызды тазалап көріңіздер және де каналыма тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кездескенше.